Армысыздар, құрметті көрермен, жақында бір подкаст түсіріп бастап ек, сонымен тоқтай алмай қалдық. Ал осы жасап жүрген дүниеміздің өміршең болары яки осы бір сериямен тоқтап қалу, ол енді сіздердің еншілеріңіздегі дүние, біздің мақсат ұсыну. Жақында қазақ әншілері немен айналысып жүр, қазақ жастары не тыңдайды екен, қазақ эстрадасындағы хит әуендері қандай деген мақсатпен радио тыңдауды бастадық. Осы бір аптаның ішінде хит әуендердің барлығымен дерлік танысып шықтық. Тіпті кей әуендері басталған кезде, ойнай бастаған кезде қосылып бірге шырқауды да әдетке айналдырып алдық. Бұның барлығының себебі мәтінінде мән жоқ, қатесінде сан жоқ, әндердің кесірі. Қазір біз сол әндердің топ 5-тігін сіздердің назарларыңызға ұсынбақпыз. Сонымен топ 5-тікті бастайтын Қанай деген замандасымыз. Неге бидің үстіне би сұрайды дейді. Осы сауалына әншінің өзі жауап беріп тұр, және сұрақтан бұрын жауап беріп тұр. Қанай айтады, кетті лақты ол тыңдамайды дейді. Лаққан, кеткен, тыңдамайтын адам ол бидің үстіне би сұрамағанды қайтеді. Бестіктің екінші орнында Рахымжан Жақайым деген замандасымыз орналасты. Сен менің жүрегімді иелеп алған дейді. Жігіттер, қолдан сөз жасап алу дегенді қою керек қой. Иелеп дегенде сөз жоқ, иеленіп деген сөз бар, иелеп деген сөз жоқ. Сен маған массың, сен маған массың дейді. Бұның не сөз екенін мен білмейді екенмін. Үшінші және төртінші шумақтарға назар аударайық. Қап-қара көздер, айтылды сөздер, жүрегіңді ашсаң, жүрегіңді дейді. Осы тіркестен қандай бір стилистикалық, мағыналық бір байланыс көріп тұрсыздар? Бір-бірімен мүлде ұйқаспайтын дүниелер емес пе? Ой, солай де Дидар. Сен маған массың деген сөзден шығады. Ішке адам не демейді, ішке адам не демейді. Қайрат Нұртас пен Аргония деген жігіт екеуі Сенші деген әнге жабылып кетті. Былай қарап отырсаң, жаңағы әнге де сол керек. Не деген әзіл мына, Құдай-ай. Анатомия бойынша адам жүрегі соқса, Қайраттың жүрегі ойнайтын көрінеді. Бұл да оның бір ерекшелігі, артықшылығы шығар. Ойнайды сол кезде ішімде, жүрегіне. Ал енді қалған жолдардың ұрыс екені, яки бір ақталу екені, яки бір қатнөсек екені, ол енді өздеріне ғана аян. Ей, сен де баланың әңгімесін айта бермеші маған. О басында 2 орын береміз деп айтқан едік. Екінші орынды осы екі жігіттің орындауындағы Маскүнем деген шаққарға бердік. Тапалақта ұрып қаспенен, атқандай болдың мені таспенен. Қазақ тілінде әр етістіктің қолданылу реті бар. Қоқысты лақтырады, сенуді қояды, қажап тастайды. Бірақ бұл заңдардың Қайрат Нұртасқа қатысы жоқ секілді. Таста бер сенуді ертегі махаббатқа, баста бет шеруіндей қарысы жүрек жаққа. Екіншіден, ми жүрекке шеру жасай ма? Шеру жасаса оның әскері кім, қолбасшысы кім, қанша адам бар екен? Абай да қызық. Осындай ұрпаққа ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деп өлең жазып жүрген. Махаббат емес, саған жанұя ұрпақ керек. Махаббат емес, саған жанұя ұрпақ керек дейді. Осы жолда жалпы автор не айтпақ? Жалпы жанұя да, ұрпақ та махаббатпен дүниеге келмей ме? Әңгімелер көп кетедір деп, арам олар кесіп, топқа топтап, жүрген боқтап қазақ, бір-біріне әкесінен, шешесінен. Жақсы. Жаңағы тыңдағандарыңыз Әділет Жауашаров деген жігіттің орындауындағы Гәп әнінің бірінші шумағы мен қайырмасы. Қайсысы қайырмасы, қайсысы бірінші шумағы, оны енді өздеріңіз ажыратып аласыздар. Жалпы біздің әншілер анатомия, стилистика, буын, бунақ, ұйқас деген ғылымдарды жоққа шығара салатын қызық, е? Не деген сөздер айналайын-ау? Деградация өте жылдам жүретін процесс. Және осы процессті жүзеге асыратын осындай әншілер, осы әннің мәтінін жазатын ақын сымақтар, құраушылар
және осы әнді ұйып тыңдайтын, осыған секіріп билейтін, осыған тикток түсіретін тыңдармандар. Бұл үш категория қазақтың қас жауы деп айтсақ, қателеспегеніміз болар. Енді халықтың талғамы жақсарса, құрастырушылар қырылып қалса, әншілерге осындай әндерді шырқауға сұраныс туындамаса, біз бақытты болып кетуімізге, дамып кетуімізге толықтай негіз бар деп айтуға болады. Енді бұған мемлекеттің кінәсі жоқ қой. Болма? Болды. Кетті лақты ол тыңдамай, не бидің үстіне бейсірі. Давай. Кетті лақты ол тыңдамай, не бидің